Соколовка ауылының полиция бөлімшесінде Красноярка елді мекеніндегі үйлердің бірінен 2 жылқы мен 1 құлын ұрланғандығы туралы ақпарат түсіп, оқиға орнына жедел тергеу тобы, учаскелік инспектор және қызметтік іздеу иті мен кинолог мамандары жетті. Аулаларды аралау көршілер арасындағы жүргізілген сауалнама нәтиже берген жоқ. Жәбірленушінің айтуынша қылмыс түнгі сағат 11 мен таңғы 7-лерде болған. Өкінішке орай қораның есігі де құлыптанбаған болып шықты. Открываю конюшню. Таңертең қора есігін ашсам, жылқылардың бірі де жоқ. Сасқанымнан құлап қала жаздадым. 2 жылқы мен құлынды айдап әкетіпті. Мен мұндайды күтпеп едім. Полиция қызметкерлері ауыл тұрғындарымен бірге жақын маңдағы ормандар мен алқаптарды аралап шықты. Тек түнгі уақытта Якыр ауылдық округі маңында қызылжарлық полицейлер тіркемесі бар ВАЗ автокөлігін тоқтатып, онда байланған 2 жылқы мен 1 құлынның барын байқаған. 89 жылғы, 86 жылғы жас жігіттер. Біреуі Қызылжар ауданының тұрғыны, ертеде ұрлық қылмысы үшін бас бостандығынан айырылған. 2 азамат Петропавл қаласының азаматтары, тұрғындары. Ұрланған жылқыларды Есіл ауданына, Явленка селосына әкетіп барған жерінен ұсталынды. Бұл іс бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы ұрлық бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Ұсталғандардың басқа да қылмыстарға қатысы бар жоқтығы тексерілуде. Ішкі істер департаменті криминалдық полиция басқармасының мәліметтері бойынша мал ұрлығы шарасына 500-ден астам полицей жұмылдырылып, мал саудасы жүргізілетін 20 орын, ет өнімдері сатылатын 36 нүкте тексерілген. Ұрлыққа қатысы бар деген күдікпен бұрын сотталған 100-ден астам тұрғын мен 150 автокөлік тексерілді. Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірлеген Самат Сапаралы.